Bir biz nәзіктікке кетіп қалғанбыз да. Біз нәзіктік арқылы Алланы жақсы көреміз да. Ал бір тікен кіріп кетсе Алланы танымай қаламыз. Ал қараңыздар, Алла Тағала сүйікті құлдан қандай емтихандардан өткізіп жатыр. Емшектегі баласын таста қайт дейді болды. Кетіп баратыр. Дұға жасап, Раббана, осы жерде Раббымыз лиқимус салата, 5 уақыт намаз тұрақты атқарылсын шығарыңдар. Ибрахим пайғамбар дұға жасаған. Меккеде 5 уақыт намаз қазір тұрақты атқарылады. Ибрахим пайғамбардың дұғасы. Фаджал афидатан минан наси. Сен ол жерге сондай бір қауымды алып кел, Раббым. Тахви илейхим. Саған жүректері бұрт тұрсын, жүректері. Варзуххум мина самарати. Ол жерде жемістермен ризықтандыршы, Раббым. Лааллакум яшкурун. Ол жерде көмір сүргенде саған шүкіршіл болсын. Қараңыздар. Меккеде ешқандай жеміс өспейді, бірақ әлемдердің Раббысы оны бүкіл әлемнен алып келеді басқа жемістерді. Құрмадан басқа нәрсе өспейді ол жерде. Бірақ не іздесеңіз ол жерде бар. Ибрахим пайғамбардың дұғасы. Кетіп баратыр. Мүн жоқ. Сол кезде әйел адамда бірінші рефлекс не болады ғой? Ей Ибрахим, бізді қайда тастап бара жатсың? Кімге тастап бара жатсың? Дауыс жауап жоқ. Кейін өзі есін жиып, Раббың бұйырды ма дейді, қараңыздар. Хажар анамыз. Бәлә дейді, хадиста келгендей. Я дейді. Сол кезде әйел адамның айтқан сөзі, қараңыздар. Идан ла юлайюна дейді. Олай болса, Раббымыз бізді жоймайды екен ғой. Аллаға тәуекел, иман. Ибрахим пайғамбар кетеді, қалады ол жерде Хажар анамыз баласымен. Енді емшекте бала жаңағыдай тамағы бітеді, жылайды. Одан кейін Хажар анамыз жаңа бір үлкен бір биіктікке шығады. Ол жер қазір Сафа деп айтылады. Сафа, Марва. Сафадан Марваға барады. Біреу бар ма? Біреу келе жатыр ма? Құс бар ма деген сияқты. Бір су көріп қаларым мүмкін. Марвадан Сафаға қайтады. Қайтадан Сафадан Марва. Осы нәрсені 7 рет бат жасайды. Күнімізде қазір Сафа, Марвада 7 рет барып келеді, қажылар умраға барғанда. Міне осы нәрседен келіп шыққан. Сөйтіп қараса, Исмаил пайғамбар жаңа кішкентай баланың аяғының астынан, жаңа табанынан зәм-зәм бұрқырап жатыр екенін қараңыз. Сол кезде жүгіріп барып жаңа зәми деп айтады. Таусылма, көбейе берші. Жаңа бүтіп қалама деп қорқып жатыр да. Ол жаңа су пайда болып, зәм-зәм шығып, ол жерге құстар айналып, жүрқын деген жаңа керуен кеп, сол жерге қоныстанып, пайғамбарымыздың аталары тарқайды ғой сол жерде. Міне енді осы Исмаил жаңағындай ақ пен қараның парқын ажырататын жасқа келген кезде Алла Тағала тағы да Ибрахим пайғамбарды үлкен бір сынақпен сынайды. Қараңыздар, Саффат сүресінде келеді бұл. Ибрахим пайғамбар Исмаил пайғамбарды түсінде көреді Алла Тағала. Саффат сүресінде түсіндіреді. Фәләммә бәләға мағу сәйя, стағиз билләх. Исмаил пайғамбар сондай бір жасқа жеткен кезде дейді, жаңа ақ пен қараның айырмашылығына жеткен жасқа келген кезде, қала айтты дейді. Исмаил пайғамбарға қарап айтады, Ибрахим алейхиссалам. Я бунайя, балақайым. Инни арафил манами. Мен сені түсімде көрудемін. Әнни әзбахука. Мен сені құрбан шалып жатқан екенмін. Мен сені түсімде құрбан шалып жатқан екенмін. Менде басқа амал жоқ. Раббымның бұйрығы екені анық. Ал сен не айтасың дейді Исмаил пайғамбар. Енді бала ғой ол. Фәнзур мәтара. Не айтасың бұл жайында? Қала. Исмаил пайғамбардың сөзін қараңыз. 13 жаста отау иесі деген нәрсе қараңыздар. Я әбәти, әкетайым, даналықпен өскен бала ғой, қараңыздар. Ол даналықпен өскен бала. Закария пайғамбарға Яхия пайғамбарды берген кезде Алла Тағала не дейді? Даналықты үйрет дейді. Лұқман пайғамбар өзінің баласына уағыздап жатқан кезде не дейді? Даналықты үйрет дейді. Даналық деген не? Бала өз сұрап келеді. Әкетайым, мынау күн не ол?
деген кезде сіз жаңа бір физикалық, химиялық деген нәрселерді дәлелдеңіз керегі жоқ. Сіздің жауабыңыз Құраннан болу керек. Бұл күн бізге жарық береді және жылулық береді. Құранның 2 ауыз сөзі Нәбә сүресінде. Дәл мен де сондай саған жарық беремін және саған жылулық беремін. Қараңыздар. Көп нәрсені айтуым керек жоқ. Оның үшін әкенің өзі дайын болу керек та. Сондықтан ғұламалар айтады, кімде-кім ислам дінін жақсылап, шариғатты меңгермеден бала болатын болса, ол баласына дұшпан дейді. Алла Тағала сізге ол баланы аманат етіп береді. Сіз ол баланы қай жолға бересіз да ертең? Немен өсіріп жатсыз ол баланы? Сол кезде Исмаил пайғамбар айтады, әкетайым, қараңыздар, иф'ал ма ту'мар, бұйырылған нәрсені орындаңыз. Қараңыз қандай жауап. Бұйырылған нәрсені орындаңыз. Иншааллаху минас сабирин сатажурини. Алла қаласа мені сабырлылардан табарсыз дейді. Бала мен әкенің екеуінің бойсұнуын көрсетіп жатыр да Аллаға. Алланың әмірі деген нәрсе бұдан үстін нәрсе жоқ, құрметті жаман. Қараңыздар, фәләммә әсләмә дейді. Екеуі сондай бойсұнған кезде, әсләмә деген сөз бойсұну, мұсылман деген сөз осы жерден шыққан. Мұсылман деген сөздің мағынасы бойсұнғыш деген мағынаға келеді. Мұсылман деген адам, ол мағынасы бойсұнғыш. Ризамын Раббым. Не айтып тұр екен мына жерде? Мына жерде пайғамбарымыз бұлай деп айтқан екен. Ризамын Раббым. Раббым мына жерде мынандай деп айтқан екен. Ризамын, бойсұнғыш. Міне осылай. Менің ойымша ондай емес сияқты. Бос нәрсе екен ғой, мына бір ашеме шешіледі. Иман келтірсек болды, ертең Алла Тағала бұл тілмен мұсылман болған күн, мына мұсылман емес та. Тәрбиеленген емес әлі. Сондықтан Алла Тағала Құранда айтады ғой, «Яума ла ярфау малун ва ла банун илля ман аталлаха би қалбин салим». Ертең қияметте не мал дүние, не бала шаған пайда бермейді сендерге. Тек қана мына жүрегін тәрбиелеп келген адамды айтпағанда. Жүрек тәрбиесіне бойсұнғыш. Раббыңыздың тағдырына риза боласыз, бұл көнесіз. Балаңыз шетінеп кетуі мүмкін. Ризамын Раббым. Қараңыздар қандай пайғамбарлар қандай емтихандарын өткізіп жатыр. Фәләммә әсләмә, сөйтіп екеуі де бойсұнған кезде, уәтәлләху лил жабин, Исмаил алейхиссаламды жанымен жатқызды дейді. Енді сояйын деп атқан кезде, уәнәдәйнәху, біз дауыстадық дейді Алла Тағала. Әйя Ибрахим, ей Ибрахим, қараңыздар, Жабраил періштен жіберген Алла Тағала. Ей Ибрахим, қады саддақтар руия, түсті шындыққа шығардың, емтиханды растадың, бұйрықты растадың, емтихандан өттің. Инна кәдәліке нәдзил мұхсинин. Біз осындай емтихандардан жақсы өткендерді жақсылап жарылқаймыз дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Енді қараңыздар, мұна емтиханның сапасын Алла Тағала өзі түсіндіріп жатыр. Ол біздің басымызға келген емтихан ол. Түк емес та мынаның қасында. Енді қараңыздар. Инна хада лахуа балахуал балаул мубин. Мынау емтихан дейді. Ауырлығы айқын ет дейді да. Ешкім істей алмайтын, және ешкімнен талап етілмейтін нәрсе қаланып тұр ғой мына жерде. Негізі ол нәрсе жасалынбау керек, бірақ Алла Тағаланың шешімі солайды. Ибрахим пайғамбардың жүрегінде ешқандай Алланың бір бұйрығына наразылық, претензия жоқ. Енді сояйын деп жатқан кезде Жәбірейіл жіберген Алла Тағала. Тоқта ей Ибрахим, түсті шындыққа шығарайын дедің сен. Бұйрықтан өттің, емтиханнан өттің. Уафадайнаху бидибхин азим дейді Алла Тағала. Біз оның орнына үлкен бір қошқарды түсіріп кетті. Ибн Аббас айтады, жәннатта 40 жыл жайылған дейді. Қараңыздар. 40 жыл жайылған. Осы оқиға үшін жайылып жатқанда қараңыздар. Оның орнына үлкен бір жәннатта 40 жыл жайылған қошқарды түсірді дейді. Міне мынау сойылу керек Ибрахим оның жерінде.
Кәзәликен, енді қараңыздар, Ибрахим пайғамбардың осы амалын Алла тағаланың қасында бір қандай бір керемет болғандықтан Алла тағала бұл амалды, бұл үлкен бір емтихандан бір кемелді түрде өтіп беруді қияметке дейін созып жіберді осы амалды. Құранда айтып жатыр. Ва таракна алейхи фил ахарин. Біз осы амалды дейді Ибрахим пайғамбардың амалын қияметке дейін, соңғыларға дейін күллісіне рәсім қылып қойдық дейді. Жыл сайын қайталап отырады. Міне осында Ибрахим деген тұлға болған. Қандай емтихандардан өткен қараңыздар. Сәләмун аля Ибрахим дейді Алла тағала өзі мақтап отыр Құранда. Ибрахимге сәлеміміз болсын. Алла тағаланың мақтауы Құранмен расталып тұрды, құрметті жамағат. Бізге мысалға бір жұмысқа кіретін кезде мінездеме алып кел дейді ғой, дұрыс па? Бір характеристика. Мектепте ұқыпты болды, үйтті, бүйтті, жаңағы өтіріктен бірдеңкеден жазып береді. Ал Алла тағаланың берген мінездемесі Құран арқылы расталып тұрды. Ибрахимге сәлеміміз болсын. Ва кәзалика назил мухсинин. Біз осындай мұхсинді түрде жақсылап емтихандан өтіп бергендерді жақсылап тұрып жарылқаймыз дейді, қараңыздар. Ибрахим пайғамбардың қандай. Сөйтіп Ибрахим пайғамбар мен Исмаил пайғамбар ол уақыт өте келе өсиет жаңағындай. Сол кездің қажылық маусымы, қазірде мысалға қажылық маусымы болып жатыр Меккеде. Сол кезде мына Құранда айтқандай وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. Сол екеуі дейді, Ибрахим пайғамбар мен Исмаил пайғамбар Кағбаның іргетасын тұрғызады дейді, қараңыздар. Тұрғызып жатқан еді дейді. Жаңа фундамент деп айтылады ғой. Кағбаны Ибрахим пайғамбар тұрғызып жатыр. Негізі бірақ Кағбаның мекені ол белгілі болған. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ деп Алла тағала өзі басқа аятта айтады. Біз Ибрахимге Кағбаның орнын көрсеттік дейді. Енді мына емтихан өткеннен кейін Алла тағала Исмаил пайғамбар мен Ибрахим пайғамбар екеуі не істеп жатыр? Кағбаның орнын тұрғызып жатыр. Раббана, Раббымыз, тақаббал минна, қабыл етші бізден. Осы істеген Кағбамызды қабыл етші. Иннака анта самиул алим. Раббымыз, сен ең жақсы естушісің, және барлық нәрсені білушісің, Раббым. Енді қараңыздар, істеді ғой енді Кағбаны. Енді ол жерге бір тұрақтылық керек. Енді оның хақын беру керек та, сөйтіп мына дұған жасайды. Раббана, Раббымыз, уәжәлна муслимайни. Мына Исмаил екеумізді саған бір мұсылман қылшы дейді, бойсынатын, сенің әмірлеріңді тұрақты атқаратын, уәмин зурриятина, және менің ұрпағымдан сондай бір саған бойсынатын бір ұрпақты шығаршы дейді. Қараңыздар, Ибрахим пайғамбардың қандай дұға етіп жатыр да, ұрпағымнан саған бойсынатын, сенің тыйымдарынан ұзақ жүретін, осы Кағбаның хақын бере алатын бір ұрпақты әкелші дейді. Уммәтен муслимәтәлләк, сондай бір үмбетті жасашы. Уә әрина мәнәсикәнә, және де бізге мынау Кағбаның қажылық нелерін, рәсімдерін көрсетіп бер. Уә туба алайна, және де біз бір қателік қылып қойсақ, бізді тәубеге қарап жүрегімізді бұрышы Раббымыз.